Даусыз ауырсыз ұрлап кетті. Зебраны бояп кетті. Біздің бақта қылмыс болса айғақты іздей бастайсың. Бағытты дұрыс табасың, Шерлок Як. Келмей оны қасында қылмыскерлер құтылмас. Дәлелді тез табады, Шерлок Як. Орта бойлы ақылды қылмысты болашады. Әділетті орнатады, Шерлок Як. Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Құндызды байлап кеткен кім? О, мен сені бар жан-тәніммен сүйем. Көздерің үңіліп қарағанда, оның жалынынан қорқам. Не болып жатыр? Доғар, менің жерге түскім келеді. Мұндай биіктікте шыдай алмайым. Көмектесіңдер. Қайырлы таң, Аю. Бәлішіңнен біреу берші өтінем. Бәліші өте дәмді, Гермиона. Сен де біреуін жеп көрсеңші. Ал, саған әперейін. Неткен сыпайың, маған да біреуін дайындаңыз. Сізден 4 жаңғақты песо. Оу, қапқырсығай. Қайда кетті? Сенде төлейтін ақша бар ма, Гермиона? Мен Амиянымды үйде қалдырып кетіппін. Қызық екен, маған бір нәрсе әперетін кезде үнемі Амияныңды үйіңе қалдырып кететін сияқтысың. Сонда мені сараң дегің келіп тұр ма? Мен саған тек бәліш ұсындым. Бірақ ақшасын мен төледім. Мұны сый деп есептемеймін. Әдептілікті үйрену үшін жомарт болуың қажет. Иә, ұстаз, сол себепті әдемі қуыршағымды балалар үйіндегі бүлдіршіндерге бермекшімін. Соншама көп ойыншықтарың бола тұра тек біреуін ғана бермекпісің? Бірақ бұл әдемі ғой. Ұстазын тәлімгер маған жомарттықтың биік шыңын үйреткен. Ақшаңды қайтарып берем. Ол үшін қолтырауының банкісіне баруым керек. Алло? Иә, ол осында. Мінекей сені сұрай. Бұл Шерлок Як. Көз ашып жұмғанша сонда боламын. Ешқандай затты ұстаушы болма. Құндыз қиын жағдайда. Банкке кейінірек барсақ та болады. Әлбетте. Өтінем, мені мына жерде түсіріңіздерші. Кешір бөле, Шерлок ештеңеге қол тигізуші болма деген еді. Сонымен не жағдай болды? Иә. Мен мына жерден өтіп бара жатып, оның айғайлаған дауысын естіп осында келдім. Қарасам ол ағашқа ілініп тұр екен. Тез етіңдер, мен биіктіктен қорқам, жерге түскім келеді. Қане, оны тезірек жерге түсірейік. Мен кеттім, шөптен шай дайындауым керек. Абыржыма, Құндыз. Қазір мен сені ол жерден төменге түсіремін. Қанеке, Гермиона, жіпті шеш. Мен оны ұстап тұрмын. Қып-қырсығай. Кешір, Құндыз. Бірақ сен мен ойлағаннан әлде қайда ауыр екенсің. Мұны кім жасаса да, мықты біреу болды. Сөзсіз өкінішке орай, оның бет жүзін көре алмадым. Мен топтан шөлің айтып отырған едім, кенеттен өзімнің ағашқа ілініп қалғанымды көрдім. Сонымен қылмыскер өте мықты әрі арқанды жақсы қолданатын болды ғой. Сенің дұшпандарың бар ма, Құндыз? Бар деп айта алмайым, бірақ түсімде сені тістеймін атты соңғы альбом шыққалы бері қолтырауын, итбалық және панда аспазшы маған тістеніп жүрген секілді көрінді. Иә, солай. Сенің өлеңдерің не туралы? Тыңдап көрмеп едің, мен саған бір шумағын шырқап берейін. Маған сықырлаған сүйектер анайда, біреуді алдағанда, затырлағанда жаным сүйеді. Сондықтан да мен итбалақпын, иә. Қолтырауының банкіне ақша саласың, бірақ оны қайтарып аларда қолың адымда ақша түспейді. Қолтырауын алаяқ, вау! Панда аспазшы бұзылып кеткен тамақтардан ақша жасағысы келеді. Тамақты қанша жесең де қарның ашады. Сенің өлеңдеріңе қараса, қолтырауын алаяқ, итбалық ұры, панда жағымсыз аспаз болды. Демек, 3 күдіктіміз бар. Олардың саған ашуланғанына сенімдімін. Жақсы ой, Гермиона. Бізге тек оларды тергеу ғана қалды. Неге әуелі қолтырауынды барып тергемеске? Сосын сол жақтан ақшаңды алып, менікін қайырып бересің. Мен де соны айтқым келген еді.
Мен алаяқ емеспін. Ол жала. Мұның бәрі құндыздың жағымсыз өлеңінің кесірінен. Солай болады. Оны бұтақта ілініп, бас айналып тұрған жерінен тауып алдық десемше, сен менің сөзіме сенер ме едің? Өзіне де сол керек деймін. Маған темір сандығымды көрсете аласың ба? Әлбетте қиын емес. Мен өмірі 4-ші темір сандық. Мінекей. Сенің мықты бұлшықеттерің көп екен қолтырауын. Рахмет, Гермиона. Мұнан ұстай тұрасың ба, Шерлок? Шерлок! Көмектесіңдер! Көмектес, Гермиона! Шерлок! Гермиона! Ол батып барады, ол нашар жүзеді. Енді қайттым. Міне. Қолыңды бер маған, Шерлок! Кешір, алайда темір сандықтар өте ауыр болады. Сонда да қазынаңды менің қарағанымды қалаймысың? Біздің уақытымыз жоқ. Міндетіміз қылмыскерді табу. Бірақ маған әлі де қарыз екеніңді ескерте кетейін. Сен өзі дүние қоңыз емессің бе, Гермиона? Ақшаңды ойлауды доғарып, тергеуге көңіліңді бөлші. Итбалықты тергеуге барайық. Менің бұл шығатымды ұстап көр, Гермиона. Дұрыс айтасың, өте қатты екен. Қолыңдағы заттар расымен де ауыр ма? Өзің көрсеңші. Қырсығай, не деген ауыр еді? Құндыздың ағашқа ілініп қалғанын сен білетін бедің? Рас па, жақсы жаңалық екен. Солай ма? Неге олай дейсің? Иә, мен оның жанкерлерінің бірімін. Оның барлық әндерін білем. Сенің махаббатың маған қорқыныш сыйлады. Көздеріңе қарағанда мен биіктен қорқамын. Биіктіктен? Вау, сен де құндыздың жанкерісің бе? Елестетіп көрші, одан қолтаңба сұраудың орнына мен оны карта ойнауға шақырдым. Бүкіл кеш бойы жұлдызбен бірге болдым. Ол қалай өтті? Өте жақсы, мен жеңдім, бірақ ол жеңіліп қалды. Содан Оның көңілі түсіп кетті. Ол мен туралы жағымсыз өлең жазды, сосын әркім мені ұры деп ойлайтын болды. Жақсы көретін карта ойынын менімен ешкім ойнағысы келмейді. Содан күйзеліске ұшырадым. Сосын жаттыға бастадым. Әрине бұл қызық емес, бірақ жаттығуға қарағанда карта ойнауды дұрыс көрем. Тап қырсығай, құлап барамын. Маған ұста, Шерлок. Рахмет, итбалық. Ештен етпейді. Саған алғысымды қалай білдіремін? Покер ойынына қалай қарайсың? Кешір, қазір панда аспазға баруымыз керек. Негізінде мен бәсесу ойындарын ұнатпаймын. Тек ақшаға қатты. Гермиона, айтшы, мұнау сенің көлігің емес пе? Мен оны панда ханшайымға бере тұрғам, бірақ ол мұны бұлайша өзгертуге тиісті емес еді. Гермиона, саған алғысымды қалай білдірейін? Құндыз сол жағымсыз өлеңін шығарғалы бері қымбатты күйеуім күйзеліске ұшырады. Бірақ сенің арқаңда мен бұған жауап таптым. Мына зат арқылы клиенттерімді қайтарып алып жатырмын. Келіп дәм татыңдар. Панда аспаздың асханасына келіп дәм татыңдар. Тәтті әрі сапалы тағам, дәмі тіл үйрет. Қане қарап отырмаңдар, келіңдер. Панда аспаздың асынан дәм татыңдар. Сен оған көлігіңді бере тұрғанмен газды оған төлетесің, солай ма? Әрине олай емес. Мен басқалар секілді сараң емеспін. Қайырлы таң. Қайырлы таң, кәне жайғасып отырыңдар. Бүгінгі мәзірде арнайы қорылған соямен қара өрек. Түрі тәбетіңді ашады екен. Әуре болмайық қой, біз мұнда тамақ жеу үшін келген жоқпыз. Не деген келіп тұр? Мен расымен де дәмсіз ас әзірлейді деп ойлайсың ба, Шерлок? Осылай болса, мұның жақсы емес. Жоқ, олай емес, мен сенің әзірлеген асыңды жақсы көремін. Рас па? Егер бір жағымсыз азық табылса, мейрамхананы жабамын. Ас үйге қарай жүріңіз. Қане, кеттік. Ана банандардың біреуін жеп көрсем бола ма? Мына банандай дәмсіз. Олардың қандай дәмді екенін өзің көрерсің. Қазір мен оны төмен түсірем. Сен тезірек ал. Әйтпесе мен мұны ұзақ ұстап тұра алмайым. Саған көмектесуіме рұқсат ет. Бананның тәттісін. Тамақ жегенді доғар, Гермиона. Барлығын құндыздың үйіне жинайтын уақыт болды. Себебі мен қылмыскердің кім екенін білемін. Сен қалай ойлайсың, жас детектив? Назар салып қараған болсаң, бәрінде байқағаның анық. Қане, қысқаша қайталап өтелік. Қылмыскер құндыздың биіктіктен қорқатынын алдын ала білген. Сонымен қатар ол арқанды жоғары жақсы тартатын, әрі оны ағаштың жоғарғы жағына іле алатындай мықты болған. Бұл оқиғада 3 күдікті бар: итбалық, панда және қолтырауын. Бұл оқиғада бәрі шиеленісіп кеткен.
қылмыскердің кім екенін білесің бе? Бәрі де оп-оңай. Холтраун, сенің құндызды ағаштың басына көтере алатындай күшің бар, бірақ сен іліп алуға ептемессің. Солай емес пе, достым? Пандаспас. Сен бір нәрсені бір секундта байлай аласың, бірақ сен бананның өзін әрең дегенде көтердің. Сен құндызды көтере алмайсың. Нағыз қылмыскер мықты әрі арқанмен жақсы жұмыс істей алады. Сонымен қатар құндыздың өлеңдерін жақсы біледі, және оның биіктікті ұнатпайтынын да біледі. Солай емес пе? Биіктіктен қорқатынын. Дұрыс айтасың, итбалық, себебі қылмыскер сенсің. Сүйікті әншің сен туралы жағымсыз ән жазғандықтан оған ашуланып кек қайтармақ болдың. Құндызға білдірмей жақындап келіп, оны арқанмен байлап алдың. Мен сені жақсы көремін. Қарқынды жаттығулардың арқасында сен оны жоғарыға оп-оңай тартып алдың. Иә, бұл рас, мен кінәлімін. Құндыздың бұлай әркім туралы өлең айтып жүргенін тоқтатпай тұрып, мені тұтқынға алу әдетсіздік қой. Ол рас. Әлбетте, ондай ақмақтығыңды қой. Тынышталыңдар. Менде бәрінің қиындықтарын шеше алатын бір ой бар. Гитараңыз, маэстро. Рахмет, қымбатты көмекшім. Оқасы жоқ. Барлығыңда бері қараңдар. Пандаспазда бәрі керемет. Панданың асханасында панданың. Ыдыстар керемет. Ыдыстар керемет, ыдыстар. Жақсы қызмет көрсетемет. Тамақтануға әбден лайықты жер. Енді жаңа нұсқадағы екі өлең. Мен бақытсыз. Осы жолы мен саған төлеймін, Гермиона. Міне қара. Әзілдеп тұрған боларсың. Сен біздің клиенттерімізді қайтарып әкелдің, ал Гермиона болса көлігін уақытша бере тұрды. Жақсы, олай болса рахмет. Келесі жол төлермін. Не? Шарлық, сен шынында да бай екенсің. Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Редакторлары Бақыт Күләбішева, Мөлдір Мырзабекова. Аудармашылар Ұлдана Әлімбекова, Индира Әбілқасымова. Дыбыстағандар Мәжит Асан, Жәнібек Жақып, Жазира Асан. Дубляждың режиссері Ерлік Боранбаев. Дыбыс режиссері Бек Шәріп.